Құрметті Қазақстан елдері, құрметті жер шарының елдері, бүгін темір жолдың ардагері Мақсұт деген атамыз отыр, 90 жасқа толып, бисмиллахи-рахмани-рахим, ораза айында, бисмилlah, мына жолдасы, бисмиллахи-рахмани-рахим, мынау балалары, мынау дастарханы. Ата, қандай сөзіңіз бар? Айтыңызшы, бүткіл елге, темір жолға, бүткіл Қазақстан еліне. Шырақтарым, мынау наурыз айы биылғы жылы ерекше дейтінім, наурыздың басында 8-ші наурыз арулар күнін, халықаралық арулар күнін тойладық. Енді халықаралық арулар күнін тойлап, енді былай қарағанда 17-ші наурыз күні 17-ші наурыз күні республикамыздың жаңа заңын бекітіп, жаңа заңын өмірге кіргіздік. Бұл заң біздің қазіргі жастарға, халқымызға ерекше заң болды. Себебі заманның ағымына қарай жастар қазір цифрлық шешімменен жасанды интернеттің жолына түсті. Осы жасанды интернетпенен біздің халық алға басады, елдің алдында болады. Енді 3-ші ораза айты болды. Ораза айтының міне 3-ші күнде мына наурыз мерекесі болды. Міне мерекеден мереке, наурыз мерекесі ораза айтының аяғын қамтыды. Сондықтан ораза айтында ұстаған оразамыз қабыл болсын, жасаған дұға тілектеріміз сауап болсын деймін. Сауаптан болсын деймін. Ал енді мынау жаңа заңымызбен біз алға қарай басамыз, халқымыз аман болсын, еліміз тишықта болсын, бейбітшілік заман болсын деймін. Міне, осы үшін осылай бүгін сағат 6-да ДВК шестен осыны береді. ДВК шестен мені көресіздер тағы. Ал енді запись жасағансыз ғой, да? Жақсы, рахмет, айтқан тілектеріңізге рахмет. болды. Мен айтқан. Мақсұт атамыздың бүгін 90 жасына мына жолдасы. Сіз қандай тілек айтасыз? Давайте тамақ. Біздің апамыз тарихшы мұғалім болған. Алдын ала айтып аламыз ба? Алдын ала айтып бер, солай қазір. Камера включена. Мынау наурыз мерекесі жылбасы дейді қазақша. Құтты болсын, айналайын. Ата да осы айда 22-ші күн туған, ешікше жазылған куәлігі бар, жыртық латын тілінде жазылған. Сол 22-ші наурыз деп жазылған қазақша. Енді атаға не істейміз? Ата тілегіміз аман болсын, дені сау болсын, бала шағасының арасында жүре берсін. Мына шөбересін сүйді, қаншама шөбересі бар, немерелері бар. Солары аман болсын. Ата енді бақытты болсын, аман болсын болды. Аллах акбар. Бисмиллахи-рахман. Мына екі апа мен мына балалары осындай дастархан, осындай бүткіл Қазақстанға тілеймін осындай бақыт, сол бақыт бәрі жақсы болсын, бастарына нұр жаусын Алладан. Аллах акбар, жол болсын. Бисмиллахи-рахман-рахим болсын.